Қайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгін YouGov порталында тұрақты мекен-жай бойынша тіркеуге тұратын боламыз. YouGov порталынан өтініш тастаймыз. Ол үшін бізге аут сертификат түрі қажет болады. Аут сертификатын таңдап, құпия сөзді енгіземіз. Құпия сөзді енгізіп, сайтқа кіргеннен кейін бізде басты бет пайда болады. Азаматтық миграция және иммиграция бөліміне өтеміз. Оның ішінде халықты тіркеу және тіркеу есебінен шығару бөліміне өтіп, тұрғылықты мекен-жай бойынша тіркеу батырмасын басамыз. Онлайн батырмасын басып, келесі бетке өтеміз. Бізде келесі бетте өзіңіз туралы мәліметтер шығады. Сол барлық берілген мәліметтерді толтырып шығуларыңыз қажет. Мысалы, келу мақсатыңыз, есепке тұру мақсатыңыз, жұмысыңыз, некелік жағдайыңыз және үй егесінің мәліметтері енгізілу қажет болады. Егер сіз меншік иесі болмасаңыз, мен меншік иесі емеспін функциясын таңдайсыз және үй егесінің ЖСН-ін енгізесіз. ЖСН-ді енгізіп болғаннан кейін мәліметтің дұрыстығын тексересіз. Үй егесінің аты-жөні шығуы қажет. Одан ары қарай тіркеу мекен-жайын дұрыс көрсетуіңіз қажет болады. Облысыңызды, қалаңызды, ауыл болса ауыл, көшелеріңізді енгізулеріңіз қажет. Егер сіз мекен-жайды дұрыс енгізбеген жағдайда сайттан көрінбейтін болады. Яғни меншік иесінің мүлігі табылмайды. Үй нөмерін, пәтерді енгізіп болғаннан кейін тексеру батырмасын басамыз. Жылжымайтын мүлік табылды. Әрі қарай қол қоямыз. Бізге қол қою үшін РСА кілті қажет болады. Өтінішке қол қойылғаннан кейін мәртебені жаңартамыз. Егер мүлік ерлі-зайыптыларға ортақ болатын болса, екеуінің атынан да жеке-жеке кабинетке кіріп, келісім беру қажет. Өтініш берушінің жеке кабинетінен шығып, үй егесінің кабинетіне кіреміз. Хабарламалар бөліміне өтіп, өтініш берушіге рұқсатымызды береміз. Рұқсатымызды бергеннен кейін мәртебе парағын тексеріп, жаңарту жүргіземіз. Өтініш берушіге келісім беру үшін құптау батырмасын басып, РСА сертификатымен қол қоямыз. Үй егесінің жеке кабинетінен шығып, жолдасының кабинетіне кіретін боламыз.
үй егесінің жеке кабинетінен шығып, жұбайының кабинетіне кіреміз. Хабарламалар бөліміне өтіп, құптауды басамыз. Құптауды басу үшін әдеттегідей ERSA кілті қолданылатын болады. Келісімге қол қойып, мәртебені жаңартамыз. Мәртебе жаңарғаннан кейін келісімге дұрыс қол қойылғандығын тексеріп, жеке кабинеттен шығып, өтініш берушінің жеке кабинетіне кіретін боламыз. Өтініш берушінің жеке кабинетіне өткеннен кейін хабарламалар бөліміне өтіп, өтініштер тарихының ішіне бекітілгендігі туралы мәліметке көз жеткіземіз. Мінекей достар, біз тұрақты тіркеуге тұруды үйрендік. Өздеріңізге қызықты, керекті қызмет түрін үйренгіңіз келсе, пікір қалдырыңыз және арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Қош, сау болыңыздар.